Мына Майлықожа атамыз айтады, қар жаудырып қыс қылған, жұмыртқаны құс қылған дейді. Осы құдіреті шексіз болған Алла тағала, міне кеше ғана қыс маусымынан шығып, көктем маусымына келдік. Бұл Алла тағаланың құдіретін қазір көріп тұрмыз да. Мына көктем бұл қыс маусымы мен жаз маусымының ортасында тұрған бір кезең. Кеше қыстағы аяздан, мысалға 30 градус болсын, 20 градус аяздан 20 градус немесе 30 градус шілде ыстыққа кіріп кететін болсақ, мына тіршілік тоқтайды. Неге? Өйткені дайын емес, яғни суықтан ыстыққа дайын емес. Немесе жазғы шілдеден күз маусымы жоқ болып қысқа кіріп кетсек, және дайын болмайды. Бұл көктем мен күз маусымдары, демек қыс пен жаздың ортасында үлестіріп отыратын бір кезеңдер екен да. Бұл Алла тағаланың шексіз құдіреті. Мынау судың қарайтын болсақ, өзен болсын, көл болсын, теңіз болсын, қарайтын болсақ, мынау мұз судың бетінде қатады. Беті. Неге аты қатпайды дейтін болсақ, енді оған түрлі мынау осы табиғат танушы ғұламалардың айтары бар. Өйткені мынандай ауа райы мынандай болғаннан кейін мынандай болады, мынандай себеп болған соң мынандай градуста қатты деген сияқты. Бірақ жарайды. Оның бәрін жасаған кім деген сұрақ бар да бұл жерде. Ол Алла тағала. Яғни сол өзеннің, көлдің асты қататын болса, бірінші оның астында көп деген тіршіліктер бар. Яғни оның астында көп деген Алланың жаратқан балық әлемдері бар, көп деген тіршілік әлемі бар да. Алла тағала ол өз жаратқан сол мақлуқаттарға да ризығын беріп қойған, оларға да өмір сыйлап қойған. Яғни судың беті қатады. Бірақ астында не бар? Тіршілік бар. Сол сияқты судың мына жақтағы ауада өмір сүріп жатқан біздерді, бүткіл тіршілік әлеміді бізге де өзімізге жараса осындай кезеңдер жасап берген екен да. Міне қазір көктем әлемі келді кезеңінде ақырындап киімдерімізді шешіп жатырмыз. Ақырындап жаз маусымына дайындықпен бара жатырмыз. Қазір міне Алла тағаланың бөгінде міне керемет табиғатта тауға қарап керемет қуанамыз. Соны ғұламаларымыз айтқан, осындай тау табиғатты көріп, сөйтіп біреу соны сурет салатын болса, сол сурет салған адамға барып, фотоға түсіп, қолтаңбасын алып, оның мазасын аламыз бәріміз дейді. Керемет сурет салып, сіз не деген шедевр мынау деп. Ал бірақ сол суретшінің салған суреті ол түрленбейді. Мысалы, қыс маусымы салса, болды, қыс болып тұра береді. Бірақ неге Алла тағаланың салған суретіне ғажаптанбаймыз дейді. Міне кеше ғана аққа оралып тұрған осы бір қала, міне көктем маусымы келген жасыл желекке гүлденіп тұр да барлық әлем. Сәл күнде жаз маусымында тағы реңі өзгереді. Мұның баршасы Алла тағаланың құдіретін паш етіп тұрған көріністер. Міне сол себепті Алла тағаланың осы құдіретін көзімізбен көріп, оны сезінгеннен кейін біздер оның айтқанымен жүруіміз керек. Өйткені Абай атамыз айтады, ақылды адамға мынау құлшылық парыз деген да, құлшылық. Ақылды адамға ақылмен қараған кезде, сол құлшылықты бізге парыз еткен сол иеміз Раббынды танисыз. Оның құдіретін көрген кезде еріксіз басыңызды иесіз. Не деген шексіз мынау әлемді шексіз құдіретіңмен жаратқансың деп. Сол Алла тағаланың құдіретін мойындап, басымызды иіп, сәждеге жығылған сайын біліңіз, Алла тағала мына тылсым күштердің аржағында көрінбей атқан көптеген мынау әлемнің сырларын ұғындырып қояды екен. Көкірек көзімізді ашып қояды екен. Біздер Алла тағаланың осы құдіретін мойындамай, шариғатқа бойынсынбаған кезде, онда Құдай бетін ала кетсін, Алла Құранда айтады, мен олардың көздерін көрмейтін қылып қоям дейді. Құлақтарын естімейтін қылып, жүректерін мөрлеп тастайын дейді Алла. Сонда мына көз көріп тұрғанымен, бірақ даналы хикмет әлемнің сырын, жұмысыңыздың бағытын, отбасын, құндылығын көре алмасаңыз, қиын жағдайға түсіп қалған адамға айналады екенбіз да. Ал оның баршасының ашылу жолы, ол Құранда Алла өзі айтып тұрғандай, Алланы еске алу жолы екен. Яғни Алланы еске алумен біліңіз жүрек сырлары ашыла бастайды. Әрбір мынау кезеңдерге тамсана қарап, Субханалла деп айтудың өзі өте үлкен құлшылық. Имам Ғазали деген ғалым айтады,
тіпті алма жемісін алып былай қатырлап жей салмаңдар деген. Алманы қолыңа ал, иіске, түріне қара, субханалла деп айт дейді. Мына алманың реңін қандай әдемі жаратқан Алла. Иісі қандай әдемі. Адамға жесеңіз қандай дәмді, ыңғайлы деп соны сезініп жеген кезде біліңіз, сіз сол алма жеп болғанша сіз құлшылық қылған әлемде болып есептелінесіз дейді. Сонда әрбір сәтімізді осындай құлшылықпен өткізуге болады екен да. Яғни мынандай табиғаттың өзін Алланың құдіретімен деп сезініп Аллаға мақтау айтып қарасаңыз, онда құлшылық болып есептелінеді. Сол себепті Алла Тағаланың мынау құдіретін айта беретін болсақ, оның шегі жоқ. Шама шарқымыз келгенше оны осылай сезінуге әрекет қылайық. Сонда оқып тұрған намазымнан шатысып қалдым, намазда неше рәкат оқығаным ұмытып қалдым деген әлі күнге шейін кейде сұрақтар қойылады біздерге. Неге? Оның бәрі осы Алла Тағаланың құдіретін сезінбегендіктен болады. Яғни кім үшін намаз оқып тұрғаныңызды, намазда кімнің алдында тұрғанды сезінбеген кезде жаңағыдай қателесу басталады екен да. Ал Алла Тағаланы әрдайым сезініп, біз Алланы көре алмаймыз, бірақ Алла бізді көріп тұр. Ол естіп тұр, ол біліп тұр Алла Тағала. Соны барынша сезініп осындай әрекет қылған кезде оны тафаккур деп айтылады, яғни пікір қылу. Алла Құран кәрімде өзі ашық айтқан. Афала татафаккарун, сендер кішкене былай жан-жақ қарап пікір қылмайсыңдар ма дейді. Афала тақилун, кішкене ақыл жүргізіп былай ойланбайсыңдар ма дейді Алла. Афала татадаббарун, кішкене жан-жақтарыңа қарап, өз елге қарап ғибрат алмайсыңдар ма дейді Алла Тағала. Соның аяттарын бәрін қарасақ, демек адам баласын мынау робот секілді емес, яғни біздің ақылымызды жүргізіп, түйсігімізге өзімізді жеткізіп, сөйтіп қарап, сезініп, содан кейін барып келгеніміз Алла қалап тұр да. Сол себепті көктем маусымы, демек кеше қыспен салыстырғанда бұл да өзіне ерекше біз ойландыратын маусым келді. Осы маусымдардың бәрі біз ойландыру арқылы құлшылығымызға мән мағына береді екен. Алла Тағала осындай көктемнен көктемге, Рамазаннан Рамазанға ел болып, халық болып, төрт көзіміз түгел аман есен жете беруімізді нәсіп етсін.